Вупи пай тортының рецептісін іздеп жүрсіз бе? Немесе алғаш рет торт жасап жатырсыз ба? Олай болса, осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Сіздермен бірге арайлым YouTube каналыма қош келдіңіздер. Дәл осындай мінсіз торт болып шығады. Вупи пай тортының ерекшелігі оның нәзік дәмінде және де кез келген мерекелік дастарханыңыздың шырайын ашып, келген қонақтарыңыздың барлығына ұнайды. Менің рецептіммен жасасаңыз, осылай бірінші жасағаннан мінсіз болып шығады, ал дәміне келсек, өте керемет. Дәміне сөз жоқ, тіл үйірген торт болып шықты. Сондықтан да менің видеомды соңына дейін қарап шығып жасап көруге кеңес беремін. Бізге қажетті ингредиенттерді видеоның астына жазып қалдырдым. Үлкендеу ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстінен шекерді саламыз. Миксермен араластырамыз. Жұмыртқамыз бен шекеріміз 3-4 минут бойы араласып, осылай көлемін ұлғайтуы қажет болады. Водяной баняға осылай шоколадымыз бен майымызды ертіп аламыз. Еріген шоколадымызды 1-2 минут бойына суытып, сосын барып үстіне құямыз, миксерлеп аламыз. Видеодағыдай жасаңыздар, осылай жақсылап біркелкі болғанша миксерлеуіміз керек болады. Илектен өткізілген ұнымыздың үстінен разрыхлителді саламыз. Какао ұнтағын салып, қасықпен араластырып аламыз. Ұнымызды аз-аздан бөліп салып алып, миксерлеуіміз керек болады. Барлығын бірден салмаңыздар ұнды. Осылай аз-аздан салып, миксерлеуіміз керек. Және де шамадан тыс ұнды көп қосып жібермеңіздер. Барлығын салып араластырып алдық. Осындай болады. Тортымыздың корждарын пісіру үшін пергамент қағазы керек. Тәрелкенің көмегіменен алдын ала шеңбер ретінде сызып аламыз осылай. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Өйткені корждарымыз доп-домалақ әрі әдемі біркелкі болу үшін осылай сызғаныңыз дұрыс. Сонымен қатар барлығына бірдей 5 немесе 6 қасықтан осылай салып шығамыз. Қасықтың көмегіменен осылай жайып шығамыз. Барлығын пергамент қағазына салдық. Енді пешке 180 градуста 8-10 минут бойына пісіреміз. Біздің корждар өте тез дайын болады, сондықтан байқап пісіру керек. Піскенін тексеру үшін осылай ағаш таяқшаның көмегіменен тексерсеңіздер де болады. Біздің корждар пісті. Енді бір 5 минуттай тұрып суытып алғаннан кейін ғана осылай қағаздан ажыратып аламыз. Піскен торттың корждары суығаннан соң осылай тортыңыз мінсіз болу үшін тәрелкенің көмегіменен артық жерлерін кесіп алсаңыздар болады. Тортымыздың кремін жасаймыз. 33% сливкиді үлкендеу ыдысқа құйып, миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Сосын барып жылдамдығын көбейтіп, тағы да көп араластыруымыз керек. Мен миксермен кемінде 10 минуттай араластырдым өзінің формасын ұстау үшін. Сливкиді өте көп араластыруымыз керек, сонда ғана өзінің формасын ұстайды. Және де тоңазытқышта алдын ала 4 сағат бойына тұрған сливкиді қолданыңыз, сонда осылай өзінің формасын ұстайтын болады. Біздің сливкиімізді жақсылап араластырып болдық. Тіпті бұл сливкиді аударып төңкерсең де ағып кетпейді. Міне қазір көрсетемін. Міне аударып жатырмын, мүлде ағып кеткен жоқ, өзінің формасын ұстап тұр. Енді осының үстінен творожный сырды және де маскарпонені салып, тағы да миксерлеп алуымыз қажет.
Кремімізге сахарная пудра, яғни қант ұнтағын салып, тағы да миксерлеп аламыз. Креміміз дайын, енді тортымызды жинаймыз. Менде вопипайға арналған насадка, алдын ала мешокқа осылай салып алдым. Кремімізді енді аздап астына крем жағамыз. Тортымыз жылжып кетпеу үшін осылай крем жаққаныңыз дұрыс. Коржымызды бір-бірден салып, видеодағыдай жасаңыздар. Осындай шарикиді шығару қажет. Ешқандай да қиын емес, тура осылай видеодағыдай жасайсыздар. Вопипайдың ерекшелігі осындай кремді осылай шарик етіп шығаруында. Ешқандай да қиындығы жоқ. Өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіз. Қолыңыздан келеді. Осылай бір келігі болып, әдемі болып шығып жатыр. Дәл осы видеодағыдай жасаңыздар. Креміміздің шариктерін осылай жасап шықтық. Енді қалған кремді осылай ортасына салыңыздар. Өйткені қолдың температурасында сіздің креміңіз уже ере бастайды. Сол кезде барлығын осы ортасына салған дұрыс. Енді аздап крем салып, тағы да бір келік етіп жайып шығамыз. Осылай видеодағыдай жасайсыздар. Енді тағы да келесі коржымызды салып, жаңағыдай қайталап шығамыз. Үстін аздап басып қоямыз. Міне осылай аздап қолыңызбен басып қойсаңыздар, шариктері де бұлай алға жылжып әдемі болып көрінеді. Тағы да осылай шарики шығарып жатырмын. Өте оңай, әрі өте әдемі болып көрінеді. Маған өз басым вопипай тортын жасаған кезде осы шарики шығаруы өте ұнайды. Маған бір қуаныш сыйлайды, сондықтан да сіздерге осы вопипай тортын жасауға кеңес беремін. Жасап жатқан кезде ерекше сезімде боласыздар, өйткені осы шарики шығарған кезде миың бір тынышталып, бір ерекше бір көңіл күйің көтеріліп қалады. Сол сезімді сіздерге де тілеймін, және де жасап көріңіздер. Өте ерекше торт, ешқандай торттарға ұқсамайды жасалу жолы. Енді соңғы бетіне қоятын коржды артқы жағын қойған дұрыс, сонда тортымыздың беті тегіс болып шығады. Үстіңгі қабатына ешқандай крем жақпаймыз, осылай үстін аздап басып қоямыз. Оның үстіңгі қабатына вопипайдың өзінің арна ерекшелігіне байланысты шоколадты ерітіп салуымыз қажет. Водяной баняға шоколадымыз бен майымызды ерітіп аламыз. Аздап суытып, тортымыздың бетіне құямыз. Пышақтың көмегімен бетіне жайып шығамыз. Біздің тортымыз дайын, керемет болып шықты. Бетін осылай шоколадпен ғана әсемдедім. Егер де сіздер жеміс-жидектермен әсемдегілеріңіз келсе, өздеріңіз қалауларыңызда міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай мінсіз торт болып шығады. Сіздермен бірге болған арайлым. YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де мені қолдап лайк, комментария жазып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептілер болады.